Сәлем достар, бүгін сіздермен дәмі өте керемет, қазіргі таңда хит болып жатқан осындай маковый пирог дайындаймыз. Мен пирогқа кеткен барлық ингредиенттерді төмендегі описание бөліміне қалдырдым. Ең алдымен жұмыртқаның сарыуызына шекерімізді қосып, венчикпен араластырып аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Үстіне мак, қамыр қопсытқышымызды, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Енді қамырымызды теңдей екі бөлікке бөліп аламыз. Осылай пергамент қағазының үстіне төсеп, жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырдың үстіне де осындай пергамент қағазын төсеген дұрыс, сол кезде қамыр өте оңай жайылады. Қамырларымыз дайын болды, енді пирогымыздың меренгасын дайындаймыз. Ақуызымыздың барлығын құйып, үстіне шым-шым тұз салып, миксерлеп бастаймыз. Біздің ақуызымыз көтеріліп, ағару керек, содан кейін барып шекерді салып бастаймыз. Міне ақуызымыз көтерілді, енді шекерімізді бір-бір қасықтан осылай салып отырамыз. Барлығын бірден салып жібермейміз, осындай тура видеодағыдай жасаймыз. Біздің меренгамыз дайын болды. Осындай қимылдамайтын, тапамызды төңкерген кезде құлап түспейтіндей сондай масса болу керек, плотный масса деп айтады ғой. Біздің меренгамыз отырып қалмас үшін осындай кукурузды крахмалды араластырып жібереміз. Енді меренгамыздың тең жартысын осы бір қамырымыздың үстіне жағып шығамыз. Спатуланың көмегімен осындай барлық бұрыштарына теңдей етіп, бірдей етіп жағып шығамыз. Бетіне әсемдік беру үшін мен мұздатылған құлпынайларды осылай қойып шықтым. Дайын болған тестамызды қызып тұрған 160-180 градустағы пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Енді пирогымыздың кремін дайындаймыз. 33-35% сливкиге творожный сыр және қант ұнтағын араластырып, толық масса болғанша миксерлейміз. Біздің кремдеріміз дайын болды. Енді бұны суыған тестамыздың үстіне жағып шығамыз. Мен кремнен кішкене бөлігін мешокқа салып алып қалған болатынмын. Осылай пирогтың бетін әсемдеу үшін. Пирогтарымды теңдей 36 бөлікке бөліп шықтым. Бұл пирогтың құрамында мак және меренга болғандықтан өзге торттарға қарағанда ерекше болып шығады дәмі. Жасап көрсеңіздер, сіздерге дәмі ұнайтыны сөзсіз. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен алда өте дәмді рецепттермен бөлісемін.